Тау басына бүркіт ұясында 4 жұмыртқа бар екен. Бір күні аяқ астынан жер сілкініп, әлгі жұмыртқалардың бірі ұядан құлап, домалған күйі сайдағы тауық өсіретін фирманың шайқалып жатқан жұмыртқалармен араласып кетеді. Тауықтар бүркіт жұмыртқасы екенін білмейді. Біраз күн өткен соң жүні үлпілдеген тірнек жұмыртқадан шығады. Бір жасамас мекен әдеттегі тауық жұмыртқаларының әлдеқайда үлкен әлгі жұмыртқаны басуға бел болады. Алайда ол шөжек қатарында бағылады. Көп өтпей тірнектің өзі де өзін тауықпын деп сенеді. Тірнек өзін асыраған тауық шешесі мен аға бауыр әке қарындастарын жанында жақсы көргенімен, оның жаратылысы тауықтардың тұрмысына күндердің бірінде тауық фермасына меркеге шығып ойнап жүрген тірнек аспанға қарайды. Ол еркін самғап жүрген қырандарды көреді. Мен олар секілді зеңгір көкте еркін самғай алсамшы деп күрсінеді. Ду күлген тауықтар олар сияқты ұшқан, неңді алған, сен тауықсың, ал тауық бекені ұша алмайды дейді. Бүркіт аспанда ұшып жүргендердің өзінің айна қатесі ұқсас екендігін көрген сайын, өзін олармен бірге ұшуын армандайды. Кейін ол ұшқысы келетіндігін айта бастаса болды, тауықтар түгел оның мүмкін емес екендігін айтып, күлкі қылатын болды. Қыран да бара-бара өзін ұша алмайтындығына көз жеткізді. Уақыт өте келе ұшуды ойға да алмайтын болды. Тауықтар шатыршып кеше бастады. Өмір осылайша өте берді. Ақыры ол тауық есебінде өмірден өтті. Сен өзіңді кімін деп сенсең, сен дәл солсың. Сен қыран болуды ойласаң, қыран боласың, ал тауықтың айтқанын сенсең, тауық боласың.